Ассалаумағалейкум достар. Іскерлік білім және оның дамуымен бөлісетін арна Іскер Азамат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Google AdSense'те мәселе туындаған, сол мәселені қалай шешу керек екендігін көрсетіп алып растау керек болған. Сонда ол Googleға монетизация қосылғаннан кейін оның YouTube каналын табыс табудан ажыратқан дұрыстайтын боламыз, және бұны қалай дұрыстау керек екенін бүгінгі видеодан көре аласыз. Және мен өз YouTube каналымда бұған дейін YouTube'пен бизнес жасаудың қырлары мен сырларын үйрететін подкаст ашып қойғанмын. Егер көрмеген болсаңыз, осы жерде менің каналыма кіргеннен кейін подкасты деген жерді басатын болсаңыз, осы жерде YouTube пен бизнес туралы жақсы видеолар қарасаңыз болады. Ендеше біз бүгінгі видеомызды бастаймыз. Ең алдымен біз өзіміздің жаңағы шәкіртіміздің YouTube каналына кіреміз. Ол үшін Googleға ол кісінің Gmail арқылы кіріп, өзінің логин парольмен подтверждать етіп кіретін боламыз. Және мына жерден YouTube деген кнопканы басамыз. Оң жақ жоғарғы бұрышта каналдың үстінен басатын болсаңыз, YouTube Studio деген бар. Соған көріп отырсыздар, ол кісінің YouTube арнасы. Осы жерде біз монетизация бойынша бізде мәселе туындап отыр. Сол монетизация бөлімін басатын болсаңыз, көріп отқандарыңыздай, YouTube'да пайда табу үшін бірінші қадам негізгі шарты орындалған. 1000 подписчик пен 4000 сағат жинау қажет. Оны орындау қадамда Google AdSense'ге тіркелу қажет, және оған подтверждение код беру керек. Белгілі бір себептерге байланысты орындамаған. Одан кейін үшінші қадам тексеруден жақсы өтіп отыр. Аккаунтты қатерін түзету дегенді біз басуымыз қажет болады. Жоғарыда көріп отқандарыңыздай осындай бір ошибка шығып отыр. Жарнамалар келмейді, себебі сіз расталмағансыз дейді. Жарнаманы жалғастыру үшін оны аяқтаңыз. Яғни YouTube каналда біз өзіміздің YouTube видеомыздың алдында белгілі бір жарнамалар шығады. Сол кезде пропустить деген жазу шығады. Сол пропустить деген жазуды басқан үшін сізге сол жарнамадан табыс түсіп отырады. Бұл YouTube'тың негізгі табыс көзі болып табылады. Сондай-ақ мен өз YouTube курсымда YouTube'дан бұдан бөлек 5 түрлі табыс табудың жолдарын үйретемін. Егер YouTube'пен бизнес жасаймын, үйренемін дейтін болсаңыз, мен сізді өзімнің авторлық бизнес максимум курсына шақырамын, яғни максимум ақша табу мүмкіндіктеріңіз болады. Ендеше видеомызды жалғастырайық. Мынау жерде растау деген батырманы басамыз. Міне көріп отқандарыңыздай, бұған дейін бұл YouTube канал монетизацияға қосылған. Google AdSense расталмағаннан кейін жарнама тоқтатылған. Содан кейін міне 12-де $94 жиналып тұр. Осы порог сомасы $100 жеткен кезде оның автоматты түрде есеп шотына аударылатын болады. Әр айдың 21 мен 26 аралығында. Ол үшін подтвердить деген батырманы баса. Қалай подтверждение жасау керек? Өзінің жеке аккаунттың осы жерде негізгі шарттар жазылған. Біз танысып шығамыз. Басыңызды куәландыратын куәлікпен немесе паспортпен, водительский правамен, вид на жительствомен подтверждать етсеңіздер болады. Яғни мына жерде таныстым деп келесі бетке өтеміз. Яғни осы жер өзіңіздің жеке деректеріңізді енгізуіңіз. Жеке төлқұжатымызда қалай жазылған, дәл солай жазамыз. Одан кейін мына жерде удостоверение личности арқылы өзіңіздің жеке басыңызды растағыңыз келеді, соны көрсетесіз. Осы жерде төменгі жақта көріп отырсаңыздар, загрузка деп тұр. Осы жерде бірінші бетін, яғни лицевой бетін, одан келесі сканерлеп немесе оға түсіріп осы жерге жүктеуіңіз қажет болады. Загрузить дегенді басамыз. Бірінші беті, толтырып болғаннан кейін далее деген батырманы басамыз. Ең бірінші индекс, одан облысыңызды, қалаңызды барлығын толыққан толтыруымыз қажет болады. Енді отправить деген батырманы басамыз. Міне көріп отқандарыңыздай, YouTube'да Google AdSense'те өзіңіздің жеке басыңызды осылай растасаңыздар, бизнес жасау қызықты болса, YouTube'дан 5 түрлі қосымша табыс табу байланысқа шығыңыздар. Біздің байланыс нөмірлері жоғары жақта көрсетілген. Видеода мен сіздерге карточкаңызды қалай тіркеу керек, яғни өзіңіздің карточкаңызға қалай ақша аударуға болатындығын көрсететін болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге видео шығаратын боламын.